Бағат медалімен Кунафина Гүлнара Ағзам қызы Аманов атындағы нөмірі 16 мектебінің қазақ тілі әдебиеті мұғалімі, абайтану оқулығының авторы. Олымханова Гафура Айдархан қызы. Мен Қалибек Ферасул, Семей қаласы Төлебай Аманов атындағы 16 мектептің 11 сынып оқушысы. Таңдау пәнім қазақ тілі әдебиеті. Болашақ ұстазмын. Мен осы мамандықты 5 сыныптан бері таңдап келе жатырмын. Болашақта осы тіл саласына өз үлесімді қосқым келеді. Гүлнара Ағзамқызының осы менің мамандықты таңдауыма өзінің үлесі зор. Болашақта Гүлнара Ағзамқызына шығармашылық табыстар тілеймін. Сәлеметсіздер ме? Менің есімім Аубакирова Арайлым Сәкеновна. Мен осы номер 16 жалпы орта білім беретін мектептің математика пәні мұғалімімін. Осы мектептен 11 жыл білім алғанмын. Гүлнара Ағзамқызының шәкіртімін. Қазіргі таңда әріптес ретінде бірге қызмет етудеміз, 9 жылдан асты. Мектеп кезінде Гүлнара Ағзамқызы мені әртүрлі жарыстарға қатыстыратын қазақ тілі мен әдебиеті пәнінен, сонымен қатар ғылыми жұмысқа қызығушылығымды оятты. Бірақ Гүлнара Ағзамқызының жолын қуып қазақ тілі мен әдебиет пәнін таңдамасам да, ұстаздық жолындамын. Ол кісінің менің осы ғылым жолындағы еңбектерімді жазуыма өте көп әсерін тигізді. Соның нәтижесін жыл сайынғы өтетін оқушылардың республикалық ғылыми жобалар сайысында облыстық, қалалық сайыстардан оқушыларым жүлделі орындарға ие болуда. Соның бірі математикалық лингвистика тақырыбында 2018 жылы Мақыпова Ақботамен бірлесе отырып, 10 сынып оқушы сол кезде математикалық лингвистиканы тіл білімінде қолдану тақырыбында ғылыми жұмыс жазып, халықаралық конференцияға қатысып, мақтау қағазымен марапатталған болатынбыз. Сонымен қатар өзімнің ұстаздық жолымда да жетістікке жеткендерім осы Гүлнара Ағзамқызының да бір еңбегінің арқасы деп білемін. Осы соңғы жаңалығым 2024 жылдың үздік сынып жетекшісі атануым. Гүлнара Ағзамқызының алдағы еңбек жолына сәттілік тілеймін. Әрдайым үйретеріңіз, біздің сізден үйренеріміз көп болғай.